Сәлем достар, сіздермен бірге тұрам медиа. Бүгін мен сіздерге 42.500 теңгеге жіберілген заявканы қалай тексеру керектігін үйретемін. Ол үшін бірінші Chromeға немесе интернетке кіреміз. Chromeға кірдік. Ал енді осы жерге 42.500 .еңбек.kz-ті басамыз. Сосын жалғастыру. Өтінім беру деген ол 42.500 теңгеге заявка жіберу. Өтінім беруді басатын болсаңыз, осы жерге нөміріңізді жазып, сосын аты жөніңіз бәрін жазып заявка жібересіз. Ал біз статусты тексереміз. Ол үшін өтінім статусын тексеру дегенді басамыз. Бұл қаласаңыз осы жерді басып орысша қоюға болады. Проверить статус заявки. Осыны басамыз. Бұл жерге номеріңізді жазуыңыз керек. Астына паспорттың артындағы номері жазасыз. Паспорттың личный номер. Сосын Янеров деген таңдайсыз. Проверить. Міне достар, выплата 42.500 теңге назначені деп тұр. Ақша Каспий банкке жіберілген, Каспий Голдқа. Сізде 1, 2, 3, 4, 5 осылай тұрады. Ал ақша түскен болса, 5-еу де жасыл болып, осылай выплата деп тұрады. Каналға тіркеліп, видеоларымызға лайк басып, қолдап отырыңыздар. Сіздермен болған Тұрам медиа. Рахмет.